Құрамы 4 заттан тұратын керемет вафлидің рецептісімен бөлісетін боламыз. Керекті заттар: 3 жұмыртқа, бөлме температурасында сары май, ұн және де қант. Ең алдымен 3 жұмыртқаға 100 грамм қантты қосып араластырып аламыз. Массамыз ағарғанша толық араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасындағы жылы майымызды қосып тағы да араластырып аламыз. Ұнымызды қосып тағы да бір келкі қылдырып араластырып аламыз. Массамыз дәл осындай болып шығады. Енді вафельницаны қыздырып аламыз. Содан кейін пісіретін боламыз. Қызып тұрған вафельницаға бір ас қасық дайын болған қамырымызды құйып, содан кейін піскен вафлиді дәл видеодағыдай орап шығамыз. Достар, біздің вафлиларымыз дайын. Бізде дәл осы рецептпен шамамен 18 штук шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.